Абай Құнанбаев қара сөздері 38 сөзінің жалғасы. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым, құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым, құдірет олула боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі, ол ирада ғылымының бір сипаты кәлам, яғни сөйлеуші деген. Сөз харіпсіз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі харіпсіз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, самих, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі таквин, яғни барлыққа келтіруші деген. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзінде хадім, хам, әзали, хам әдеби болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым құдіретті ешбір ниһаятсыз. Ғылымында ғафлат, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құрметпенен орналастырған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл күкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табиғ, бірі матбуғ болады ғой. Бұл болса тариф Раббыға жарыспайды. 8 сипат қылып және ол сипаттары лағайыр уәлә хуа болып бұлай айтылуда, бұлардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттифақпенен құдай болған болады. Бұлай деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет, ғылым, ақылдан болатұғын. Алла тағалада болған құдірет, ғылым, хәм, рахмет. Ол рахмет сипаты 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғапур, уадид, хафиз, сәттар, раззақ, нафиқ, уәкил, латиф деген есімдеріне биннахи бір ұлық сипатынан хисаптауға жарайды. Бұл сөзмен нахлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдай тағала бар ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан, онан басқа бірінен бір пайда алатұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты.